Рақымжан Қошқарбаевтың Ұлы Отан соғысында жасаған ерлігі баршаға аян. Ол ата-анасынан ерте айрылып, Тайтөбе балалар үйінде тәрбиеленді. Оған ананың мейірімі мен әкенің қамқорлығын сезіну бұйырмады. Қатаң тәртіп шынығумен 1942 жылы 18 жасында әскер қатарына келді. Рақымжан ағамыздың майдандағы соғыстарға қатысуы мерзімді баспасөзде және көркем әдебиетте жан-жақты жазылды. Бірінші дәрежелі Ұлы Отан соғысы орденімен марапатталды. Гиммлердің үйінде барлау взводының командирі лейтенант Қошқарбаевқа Рейхстагқа қызыл туды тігу туралы тарихи жауынгерлік бұйрық берілді. Ол Григорий Булатовпен бірге бұйрықты орындап, сәуірдің 30-ы 18 сағат 30 минутта Рейхстагқа қызыл туды тікті. Омырауын жауынгерлік қызыл ту, бірінші дәрежелі Отан соғысы ордендері, Берлинді алған үшін, Варшаваны азат еткен үшін медальдары ажарландырылып тұрды. Халық қаһарман атағы Рақымжан Қошқарбаевқа 2001 жылы берілді. Қазақтың қаһарман қызы, Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлова Ақтөбе облысының Қобда ауданында дүниеге келді. Бала кезінен өжеттілігімен көзге түсіп, кішкентай Әлия Ленинградқа барып, соғысқа дейін сонда тұрды. Бірге оқыған сыныптастарының естелігіне қарағанда, өзіне өте сенімді һәм төңірегіндегілерге талапшыл жас болған. Оны мақсаткерлік пен адалдық және адамгершіл сергектік қасиеттері басқалардан айрықша ерекшелендірген. 1942 жылы Әлия өз еркімен майданға аттанып, мергендер мектебін үздік бітірді. Ашық шайқасқа ол 1943 жылы маусымда 2-ші Прибалтика майданының 26 атқыштар дивизиясы құрамына түсті. Ефрейтор шенінде өз дивизиясымен барлық ірі-ірі шайқастарға қатысып, Құралайды көзінен атқан нағыз мергендігімен дараланды. Көрсеткен батылдығы мен ерлігі үшін оған Кеңес одағының батыры атағы берілді. Оның өшпес ерлігін өзек етіп жазылған өлең кітаптары мен роман хикаяттар жас ұрпаққа үлгі өнеге. Бақытқа байтақ елді бөлегендер, Рақымжан, Әлия, ер жүректер, солардың қасиетті ерлігімен құлпырып шешек атып көгерген жер.